Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен өте ерекше әрі дәмді болып шығатын жаппасай тағамын дайындайтын боламыз. Бұны кей жерлерде үнді мандысы деп те атайды. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіз. Тағам өте оңай әрі қарапайым заттардан жасалынатын болады. Алдымен біз қамырымызды дайындап алатын боламыз. Ол үшін ыдысымызға суымызды, бір жұмыртқа және де бір чайный ложка тұзымызды салып араластырып, електен өткізілген ұнымызды салып, жақсылап ешқандай түйіршік қалмағанға дейін илеп шығатын боламыз. Біздің қамырымыз бешбармақтың қамырындай орташа жұмсақтықта, орташа тығыздықта дайын болып шығады. Дайын болған қамырымызды ыдысымызға салып қоямыз, бетін жауып, содан соң біраздан соң тағы да иін қандырып илеп қоятын боламыз. Келесі біз қазанымызды қыздырып алып, үстіне майымызды құйып, оны да қыздырып аламыз. Содан соң жіңішке кубикталып туралған етімізді салып, жақсылап қуыратын боламыз. Етімізді қуырып жатқан кезінде өзінің сөлі шығады, яғни еттің өзінің суы шығады. Сол суымыз тартылғанға дейін жақсылап қуырып алатын боламыз. Етіміз қуырылып болғаннан соң үстіне пиязымызды салып араластырамыз. Барлық көкөністерімізді қыздар майдалап, кубиктап турап алатын боламыз. Және де 2 чеснок қосуды да ұмытпаңыздар. Пиязымызды салып қуырып болғаннан соң сәбізімізді салып араластырамыз. Содан соң бір ас қасықтай соевый соус құямыз. Соевый соус сіздің подливіңіздің түсін қанық етіп, әдемі дәм беріп тұратын болады. Содан соң бір ас қасық томатымызды салып араластырамыз. Солай барлығын жақсылап қуырып алатын боламыз. Кубиктап туралған картошкамызды салып қуырамыз. Содан соң дәміне қарай тұз, бұрыш және де кез келген өзіңіз қалаған приправа, паприка қосып араластырамыз. Содан соң подливіміздің бетін жауып тұратындай етіп су құямыз. Қазанымыздың бетін жауып, подливіміз қатты бір қайнағаннан соң астын жай қойып, етіміз піскенше 30-35 минуттай пісіретін боламыз. Енді біз қамырымызды жайып дайындап аламыз. Алдымен осылай арасына ұн сеуіп, жұдырығымыздың көмегімен осылай домалақ етіп аламыз. Содан соң сағат тілімен айналдыра отырып, қамырымызды бешбармақтың қамыры сияқты жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Қамырымыздың тек екі шетін ғана баса отырып жаямыз. Сол кезде бізде ортасы жұқарып, жыртылып кетпейді. Қамырымызды осылай жұқа етіп жайып аламыз. Егерде шеттері қалың болып қалса, осылайынан басып шықсаңыздар болады. Содан соң қыздар, қамырымызды мен бірінші кесіп қойыппын. Алдымен кеспей жатып майлап алыңыздар, сол кезде ыңғайлы болады. Содан соң осылай кішірек етіп барлығын кесіп шығатын боламыз. Мінекей қыздар, біз қамырымызды осылайынан 4 бұрышты етіп кесіп, майымызды біркелкі етіп жағып алдық. Біздің жаппасайымыздың қамыры осымен дайын болды. Мінекей сіздерге біреуін көрсетейін. Осылайынан барлығын біркелкі етіп кесіп шығамыз. Дайын болған қамырымызды қайнап тұрған подливіміздің үстіне майын төмен қарай қаратып, барлығын орналастырып шығамыз. Қамыры бір-біріне жабысып қалады деп ойымдамаңыздар. Бұл жерде біз майлағандықтан ешқандай бір-біріне қамыр жабыспайды. Барлығын осылай біркелкі етіп орналастырып алғаннан соң бетін жауып, баяу отта 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей қыздар, біздің жаппасайымыз дайын болды. Қамырымызды осылайынан тарелкамызға түсіріп алып, бүктеп қойсаңыздар болады. Немесе бұлай бүктемей, тек қана тарелканың үстіне жайып осылайынан қоя берсеңіздер де болады. Барлығын осылай бүктеп, әдемілеп, сәндеп қойып шығамыз. Қамырымызды осылай орналастырып болғаннан соң подливімізді салып, және де бетіне кез келген аскөкті сеуіп ұсынсаңыздар болады. Біздің қамырымыз буға піскендіктен өте ерекше дәмді болып шығады. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді әрі ерекше болып тұрады. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Видеоны лайк басып, пікір қалдырып, менің каналыма қолдау білдіріп, тіркеліп қойыңыздар. Баршаңызға рахмет.